саламатсыздар. Вьетнамға ұшып бара жатырмын. Жалғыз өзім сол елге қыдырып бармақшымын. Өмірімде бірінші рет шетелге жалғыз өзім шығып жатырмын. Бұл мен үшін бір ерекше тәжірибе болмақ. Бәрі жақсы болады деген ойдамын. Багажды өткізіп, бір жер тауып алдым. Демалып отыратын. Тіпті былай жатса да болады. Күшті қылып тастаған ғой. Өзі кірген бойда шетел болып жатыр ғой. Маған ұнады. Әркімге солай жалғыз барам десем, ондай қорқынышпен қарайды да, жалғыз не істейсің, еще скучно болмай ма деген секілді. Ойлаймын, скучно болмайтын шығар. Өйткені мен уже экскурсиялар алып қойдым. Және де ол жақта Вьетнамда қазақтар өте көп, және де СНГ елдеріндегі адамдарды көп деп естідім. Сондықтан да өзіме нормально деп ойлаймын. Өз шетелге алғаш және соңғы рет осы 2022 жылы барғанмын Түркияға. Содан бері әр жыл сайын ойластырып жүрдім да, осы жылы осы жаққа барам, жоспарлап жүрген болатын, бірақ қанша рет бара алмай қалдым. Сондықтан да осы жылы обязательно баруым керек деген мақсат қойдым. Негізі бұны 1-2 аптаның ішінде ғана ойластырып, сразу билет алып кеттім мен. Алматы бүгін жаңбырлы. Примерно 8 сағат ұшып кеттік. Қанат лезде қатты ауырып кетті. Бірақ күшті уақыттарым. Два года уже, поэтому надо... Название вашего отеля, да? Смотрите, селектум на отсюда минут где-то будет как информация. Самая главная информация для вас завтра. У вас будет инфо встречи с отельным гидом на левой стороне. Где-то в комфортный автобус пен отельге де жұмыс істейді. Қайтатын кезде де аэропортқа дейін апарады. Вообще классно. Вьетнамдықтардың тағамдары фобо. Осындайын көрейін деп жатырмыз. Отельге сағат 2-де келеміз. Ау? Классно. Окей, guys. Наконец-то бөлмеге орналастым. Қазір сіздерге рум-тур жасағым келіп тұр. Ең бірінші кірген бойда әжетхана. Осындай терезе. Ол не үшін керек болды? Ашық терезе. Өте қызық. Фен бәрі бар секілді. Телевизор, төсек, жадина. Бұл жердегі ең басты нәрсе ол теңізге қарап тұрған көрініс. Қазір көрсетемін. Мынаны қарасаңыздаршы, это вообще мечта. О май гад. Қараңыздаршы, қандай күшті көрініс. Вообще. Я в шоке. Мен басым айналып жатыр, мынаны түсіріп жүр. Мына жақта Винперл деген остров. Сол жаққа да бару керек.
бұлар донг деп аталады. Және де кішкене құнсыз секілді. Қараңыздар, мен миллионермін. 500 мың вон деп қой, донг. Және де бұлардың ақшалары мұжылмайды, кір болмайды. Және де суға салса болады. Ешнәрсе болмайды екен. Осында тұратын екі қызбен кездесуге барып жатырмын. Кешкі ас ішеміз. Аржан Қазақстаннан, және де Зоя из Беларуси, да? Ага. Она тоже блогерка. Блогер. Что тамақтар заказ етік. Том-ям. А я, кстати, тоже такая говорю, типа... Немо деген тамақ. Я не знаю, что это. Посмотрим. Салат. Чай. Устрицы. Бірінші рет жейін жатырмын. Және де осындай салат вьетнамский. Это как фунчоза? Ага. Мне даже понравилось. Так, а я сняла? Сама снимаешь блогер? Или блогер? Сіздер білдіңіздер ма, егер экскурсияға таңертең кетіп қалатын болсаңыздар, завтракты өзімен бірге алып кетсе болады екен. Біз потом көреміз, ішінде не бар екен. Қазір таңғы 5, мен Далат деген жерге экскурсияға барайын деп жатырмын. Кішкене ұйқым қанбай қалды. Ну ладно, зато потом өзіме рахмет айтам, что бардым. Далат осы қаладан 3 сағаттық жерде орналасқан, автобуспен барамыз. Қанша ол? Менде центр туризма, О, осы эко-вояж. Сосын қандай? Завтрак ішіп завтракқа бутерброд, жұмыртқа, және де фрукты береді екен. Not me, another girl. Таң ас ішуге осы жерге тоқтадық. Сізге де жарты сағат берді ма? Иә. Завтракты? Покушаем с вами и отправимся. Так, ребята, обратите на меня внимание, если дверь вот так закрыта, соответственно, номер снят, не нужно туда стучаться, там кто-то живет, хорошо? Если дверь открыта, да, и просто вот перегородка, то можно... Мен, в общем, штатив сатып алдым, енді түсіру оңайлырақ болады. Осында электросаняға отырайын деп жатырмын, бірақ кішкене қорқып жатырмын, қалай болады екен. Водопадқа дейін жетесің, сосын қайтарда да солармен қайтса болады.
Бимбилар. Ойбай. Красный или темно-красный? Ребят, про артишок видят. Вот так. И важно пить сам цветочек артишока. Здесь, ребята, чайная ложечка в горячей воде растворяемый с утра натощак в крови. Мне сейчас назначил... Це молочний бугул. Нам дадут сейчас его попробовать, вы попробуете и скажете, на что он похож. Ребят, вытяжка из лотоса. Вытяжка из лотоса – это нервная система и сон. И красота, ребят. После 20 лет уже... Смерть жаңа роза джем. Дәмі күшті болды, ұнады маған. Слушай, және де бұрын осындай жеуші едік қой. Смесеміз кәтті. Вкусный уже. Таксилар секунда, я? В общем, томьям просто сразу, да? Аж вообще. Но он подумал, что я хочу заказать острый томьям.